1954 жылдан бері еліміздің оңтүстік астанасы Алматының намысын қорғап келе жатқан футбол клубы Қайрат. Ал оның ең үлкен жетістігі кәсіби футболшыларды даярлау жүйесін құру. Біз бүгін алматылық футболшылардың жағдайын білмекке академияға арнайы ат басын бұрдық. Академия Қазақстанда теңдесі жоқ бірегей жоба. Ол ерекше инфрақұрылымға ие. Мұнда 5 ультразаманауи нысан мен 16 футбол алаңы бар. Академияда бас аяғы 105 тәрбиеленуші бар. Мұнда тек алматылық жасөспірімдер емес, еліміздің өзге аймақтарынан келген болашақ футболшылар жаттығады. Мәселен, Алмабек есімді бозбала Батыс өңірде туған. Ақтөбеде туылып өскен, 13 жасында осы Қайратқа келдім. Және осы жақта просмотрда болып, қазір Қайрат футбол клубында ойнаймын. Осы жерде тұрып жатқаныма 2 жыл болды. Осы Қайратта қазір капитанмын. 2007-лердің академиясын. Қайратта академияда күнделікті өзіміздің расписаниеміз бар. Жаттығудан кейін сол өзіміздің күнделікті расписаниемен өмір сүреміз. Академия өзіме былай ұнайды. Қайратта ұнайды. Болашақта профессионал футболшы болғым келеді. Бұл академияның жатақханасы. Олар бос уақытын осында өткізіп, бөлмелерінде тынығады. 40 тәрбиеленуші осы жатақханада жатады. Әр бөлмеге 2 адамнан жайғасқан. Мұнда спортшыларға қолайлы барлық жағдай бар. Академия жаттықтырушысы болу кез келгеннің қолынан келмейтініс. Мұнда кәсіби тұрғыда өзің де, балалар да өсіп өтпей жаттықтырушы. Жалпы енді мен ойлаймын, әрбір тренерге академияда жұмыс істеу мен үшін арман деп ойлаймын. Әр тренерге. Неге? Өйткені бұл жерде біріншіден сен өзің өсесің, екіншіден сен балаларды үлкен жетістікке жету үшін бар күшіңді, жігерін саласың. Тәрбиеленушілер тек доп тебумен айналыспайды. Мұнда тәртіпке де, білімге де орын бар. Олар жақын маңайдағы мектепке арнайы автобуспен қатынайды. Сонымен қатар футболшылардың бос уақытында немен шұғылданатында қарастырылған. Жалпы айтатын болсақ, академия балалар үшін өте жақсы үйлер жасалған, жағдай жасалған. Бұл жерде біріншіден сабақ мәселесі, тәрбие мәселесі, және де спорттық нәтижелер жақсы көрсету үшін. Кто мы? Қайрат! Иран Қайрат! Алға Қайрат! Біз қашанда Қайрат үшін жан киерміз.